Солтүстік Қазақстандық оқушылар Зерде республикалық байқауында жүлдегер атанды. Сайыс қаңтардың 26 мен 27 аралығында Нұр-Сұлтан қаласында онлайн ұйымдастырылған болатын. Желестеріміз түрлі тақырып аясында видео түсіріпті. Еңбегі қазар алқасының көңілінен шыққан жастар 2 күміс пен 3 қола медаль жеңіп алды. Марапаттау рәсімі бүгін өтті. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Соңғы кездері TikTok пен лайк қосымшаларын қолданатын жандардың қатары көбейіп барады. Қазір үлкендер де, кішілер де видео түсіріп, желіге жүктеуде. Алайда кей жазбалар балалардың бойында жаман әдеттерді қалыптастыру мүмкін екенін ұмытпау керек. Сафон Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияның 2-ші сынып оқушылары Айлин Теміржан мен Қарақат Танас республикалық Зерде байқауында осы мәселені қозғапты. Олар арнайы түсірген видеоларында ненің дұрыс, ненің қате екендігін көрсеткен. Қос балғынның еңбегі қазылар алқасының көңілінен шығып, 2-ші орынға лайық деп танылды. Марапаттау рәсімі бүгін өтуде. Қарақат пен Айлин 1-ші мен 7-ші сынып оқушылар арасында сынға түскен. Республикалық байқау қаңтардың 26 мен 27 күндері ұйымдастырылды. Онда қалалық мектептерде білім алатын өзге 4 оқушы 1 күміс және 3 қола медальді жеңіп алған. Ал Елнара Мақтыбай жалпы білім беретін пәндер бойынша өткен республикалық байқауда бақсына 1-ші орын иеленді. Сайыста жоғары сынып оқушылары өздері әзірлеген жобаларын онлайн қорғапты. Желесіміздің еңбегі қазақ тіліндегі метафораның түрлеріне қатысты. Менің жобамның тақырыбы Төлеген Айбергенов поэзиясындағы метафора, автометафоралық қолданыс ерекшеліктері деп аталады. Метафора жалпы ұғымда, яғни бір сөздің астарлы мағынасын беру болса, автометафора арқылы ақын кез келген адам, оқушы өзінің ойын нақты ашық жеткізе алады. Яғни кез келген әртүрлі мен жермін, мен күнмін деп өзінің табиғаттың құбылыстарына теңеп, яғни өзінің ойын ашық жеткізе алады. Жалпы білім беретін пәндер бойынша өткен республикалық байқаудың жеңімпаздары ақпанның 9 мен 12 күндер аралығында анықталған. Мұнда да Елнарадан бөлек тағы 2 солтүстік қазақстандық оқушы күміс пен қола жүлдені жеңіп алыпты. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.